Мақпал бағана көйлегін осы жүрген ба? Андай свадьба дегендей. Атыңыз кім? Ойбай, атыңыз кім деп қойма. Кім болып жұмыс істейсің Мақпал негізі? Әкімшілікте бас маман. Ебай, акимат па? Мына жерде акиматтың қыздары отыр екен ғой, топырлап. Солардың ішінен бір прическасы әдемі билегенде есінен танып билейтін бір кісіні шақыршы. Прическасы не нельзя, биге бір әдемі болады ғой өзі. Дамира. Дамира қайда? Ойбай, Дамира сені есіңді білмей қалады дейді ғой билесе. Қақта. Музыка! Негізі осы Дамира қатты билей ма? Дамира көйлекті өлтіріпсің Дамира. Бүгін ғана кеше ма бір арыстан сойып киіп алған сияқтысың. Акиматта бас маманның қасында жүресіз ба қалай? Бас маман. Бас маман. Сізді күшті билейді деген сондай қаусет тарап жатыр ел арасында. Мына жерде біздің Дарханның достарының ішінен бір есіне танып билейтін ішіп алса қой десе қоймайтын кім бар? Келе ғой, красавчик. Бақтиярға бір қошемет ұрып қойып, құрметті ағайын. Ассалаумағалейкум, бәке. Дархан досы? Досы. Билейтін адам ба негізі? Дархан қай жылғысындасыздар? 89-ды. Құрметті біздің Дамира ханым, сіз қазір осыған, мен мынаған ішіне ақша салып берейін деп тұрмын. Тойға тігілген 50 мың теңге ақша, енді бір адамға бере салуға болмайды. 20-30 мың ең үздік билеген адамдарға бергімізге отыр. Сонымен Дария Мақпалдың коллективі болса, Дарханның досы Бақтияр келе ғой ортаға. Жақсы бір би болсын, ең үздік бишіні анықтап алайық осы жерде, сосын тойым жалғасымыз. Бақтияр, сіз билейсің ғой, я? Сен бір шандай тек уақытында жүрген адам сияқтысың. Бір билейтін адам сөз шамалы. Арыстан екен дірілдіш. Дайынбыз ба? Кеттік ал. Достар, музыка. Мен Дариямен билетпеймін сізді. Ойбай, кім еді атын? Дамирамен басқа жігіт керек. Бар ма басқа жігіт? Мына кісінің биі апасының саусақтың көзін шұқып алатындай болып билейді. Келіңіз, ағамызды шақырайық ортаға. Ойбай, мына кісі билейін деп жатыр ау. Ойбай, саусағы. Келіңіз, аға, атыңыз кім? Атым Жеңіс. Болды, бүгінгі тойда жеңіссіздікі. Мен онсыда олдым ба? Осындай Титаник қосында шу. Аға, үйба қолынан ұстап деп өлең қосып. Аға, болды, я келіңіз. Сіз не қандай қырғақ сияқты адамға бар, жан-жағына келіп. Келіңіз, Жеңіс ағамызбен Дамира ханымның арасында би болады. Біз жеңімпаз анықтап жатыр аға. Әкемнің туған күні 60 жас. Енді бір бермегенде қаяқта берейміз. Уже сіз билеп болатын уақытыңыз бол, сіз әлі әңгіме айтамыз, келіңіз аға. Ал өкіл ұл біздің Уәлихан ағамызбен кеп қамыз. Орныңызға отыра қойыңыз, біз енді өкіл боламыз. Болды. Басқа жастарды шақырмаймыз, отыра беріңіз. Өкіл бала, рахмет. Мен сен бір саусағынан қорқып жүрсем, ана 10 саусағы шығып кетті ғой былай. Ай, мына жерден бар ма? Мынау коллективте бауыр тұрса, ат тұрса. Өмір бақи. Ой, мына кісі, ай, братан, жай.
қанатсыз ба? Қанаттарын естіріш жоқ шығар. Бәріміз осындаймыз ішіп алсақ, мен де еріп кетіп тоқтамаймын. Бірақ қанекей сен ішпегенсің да? Чуть-чуть да? Ал, шақырды. Қаяқта жұмыс істейсіз? Коллектив. Акимат, ойбай, Дамира как раз өздерің екен ғой кен. Дамира, сен бейін саған адам таппай жатыр, сен бейінді өзгерт шамалы. Необычный бірдеңе істе. Ана қалпақ шешеміз ба? Күн кетті ғой дегенім ғой. Шағылсам дейсің ғой. Ал, кеттік ал. Дамира, бағана уәде бергендей сумка, бірақ көп дейін ақшамыз жоқ саған. Рахмет. Мына қанат дейтін ағамен бейін, бәке сен тұра тұр, қазір саған бір өзін табылады, өзі бір суырылып бір шығады, бейін ортаға бейін, ілініп. Қанатпен берейтін, келіңізші. Сіз келіңізші, біле аласыз ғой, қарағыз, кеш. Қарағыз, сен бейін күшті сияқты. Жүр, екі рет ұмтылдың ғой. Ұрқияй, ұрқияй. Стоп, ұрқияй, жүр, ұрқияй, жүр. Сіз жұмыста. Шудың мына кіру үшін ана аяқтан айналып, абезбен қалаға зорға кіресің. Акимат қайда қарап отыр десек, бейекен қойсыңдар тергендер. Ойнамайды. Бұл бас мама бірде ештеңе шешпейді бар. Зат батсын, зорға алып жүр өзі. Костюм шешеміз баған, күн жылы ғой деп ек қой. Жай қазір манияға кетіп отырмыз. Өз костюмыңды өзіңе жабайын деп құқтай қыласың. Сен тифайдан фильм қалай беремін деп атқан ғой. Кеттік ал. Дайынбыз ба? Музыка! Стоп! Ойбай, сіздің атыңыз кім? Ұрқия. Ұрқия. Кеттік ал. Әдем әмірі қарақат. Музыка. Ұрқия, давай. Стоп! Аға, мына саусағыммен деймін. Енді мына кісінің орны ұнап жүрмас. Ау, үйренген ғой менен. Не үйренген аға? Аға, не, басқа музыка қойып көрейік, қазақша, я? Сіздің бейін қандай бір батылатқан адам сияқты қандай зорға. Кеттік ал, музыка ұрқия. Ортадан жүгіріп шыққан үшін сізге мына кепка өзіңіздікі. Мына жерден енді бізге мужской бір тарелкадан берсек. Аға, мына шайден үйдегі жейден матчы бар. Рахмет аға, аман болыңыз. Қанекең біздің мақпал келініміздің коллективі екен. Ой, Акиматта қазір бас маманы. Бәке келіңіз, Ұрқия ханыммен осы жерде бір күшті билеп берсеңіз. Бірақ билейтін адам сияқты настроениемен жүрсің ғой, елеріп бүйтіп. Кеттік ал, музыка! Көп керек емес маған сенде, қаш болмадың саған келеді. Ұрқия ханым, сізге, сіз кім болып жұмыс істейсіз? Ояқта қанат ағалармен? Қағаздар жүргізуші. Жоқ, қазақшасында түсін, орысшасында түсін тұрған жоқ мен. Іс қағаздар жүргізушісі деп айтыңыз, я? Мақпалдың оң қолы. Жақсы, ал, достардың ішінде Бақтиярмен дейтін ағам, ассалаумағалейкум, қалайсың? Кім бар? Жүр, өзің шықшы, қарындас, өзің. Атың кім? Дина, қарындасымыз. Кім болып келдіңіз? Бағана құдаша сияқты дедіңіз? Құдағи ғой. Құдағи. Күштіңіз, құдағи ғой. Құдаша, я? Құдаша танисың ба? Бір билеп жеріңіздер, сосын әдемі көйлектердің спискісіне жерде шығып. Кеттік ал. Музыка!
мынау ішінде. Келіңізші. Бақтиярдың келіншегі орнынан тұрып байылдеп сұрады. Риза болдым. Бақтияр, атыңыз кім? Фариза. Келіңіз, ортаға шығып. Күйеуіңмен соңғы рет қашан биледің? Күнде береміз біз. Жұмыс жоқ па сонда бар? Сонда ішіп жемейсіңдер ма? Акиматта ма? Бұл да акимат деп. Келіңіз, сіз Дина ханым тұра тұрыңыз, кет қалмаңыз. Фарида, күйеуіңмен бір күшті билеші. Әркім өз күйеуімен билесі күшті бе ғой? Акиматта ана кісіні білесіз бе? Сіз городской ма? Кент па? А кенттігі му? Фем бермесем, мен негізі мына кісіге қалай беремін дедім да, сізді шығып сылтаумен беріп жатырмын. Фен, өз фенім осы үйде. Рахмет, орныңызға бәке жайғаса беріңізге болады. Дина ханым, келіңіз. Құрметті ағайындар, бүгінгі кеште енді ең үздік мына кісінің биі бір қатты ұнағаны болды. Музыка басталатын кезде иығы сәл бүйтіп кетіп қалады екен да, содан кейін бар өзі ұстай алмай қалады екен. Мына жерде отырған ер азаматтардан Дина құдашамен билейін дейтін жандар болса, келіңізші. Красавчиктер қайда? Ассалаумағалейкум. Атың кім? Жанболат. Кім болып келдің тойға? Қайынсы болады. Уәлихан ағаның қайынысы. Айсұлу апайдың інісі. Келіңіз, қайынысы. Және қайынысы, құдашы келіңіз. Біздің атымыз ұмытып қалды ма? Жанболат. Кетті құрметті ағайындар, соңғы би Жанболат пен Дина. Музыка. Братан, келіңіз, мына кісі Жакенді қолдап күшті билеп тұр, келіңізші, сіздің бейіңізді көрейін. Сіз келіңізші. Иә, енді сізге қарап. Ойбай аға, келсеңізші. Кел. Рахмет, Дина ханым, мынаған T5-ді алшы. Дина ханым, сізге рахмет, көп жасаңыз, бақытты, ғұмыр кешіңіз, тойыңыз той боласыз. Екі подарок беріп тұр. Мына жерде біздің қонақтарымыз отыр, енді мына кісілердің ішінен мына жерде қандасыңызға подарок берсе бола ма? Келмейді, білмейді кім екеніңізді. Бір қошемет ұрып қойыңыздар, әппеден болып прическасы күшті екен. Рахмет. Саламатсыз, атыңыз кім? Салтанат ханым, кім болып келдіңіздер? Нұрхан папаның өкілі. Ойбай, Нұрхан папа деген. Ойбай, Нұрхан саған бүгін папа, аралары 4-5 жас папаның оғылы жүрегі. Күшті? Рахмет, Салтанат аман бол. Прическа, көйлек өте күшті жарасып тұр. Прическа аты Пучок. Пучок па? Сізді емес па? Рахмет, орныңызға жарасың, Салтанат. Рахмет. Мына жерде, ойбай, мына кісіге берейікші подарок, бұл кісіге келсеңізші, қошемет ұрып қойыңыз. Атыңыз кім? Мақпал. Қысты күткің келмеді ма? Қалың келе олсыз. Жоқ, күшті, да, ақшақар сияқты болып кетті. Аязада далада жүр, мас. Тойға кім болып келдіңіз? Жиен келді. Жиен келді. Жиен келді. Жиен наз жылан дейді, жиендерге де подарок беріп қойып, рахмет, аман болыңыз. Мына стол негізі туысқандар ма? Жиендер, ойеба, қасқа. Мына кісіге берейін, онда келіңіз, сізге берейін. Қошеметі қойыңыздар. Әдемі көйлек, әдемі прическа міне. Болмайды, шалбар болсын де болмайды. Мен айтамын, атыңыз кім? Мадина. Мадина қарындасыңызға. Бұл кісі құрметті ағайын жиен екен. Сондықтан жиендерді құрметтеуіміз керек, подарок беру керек. Мадина. Ойбай, бағана алба-жұлба деп ренжітіп қойып едім. Бағана сіздерді кешірім сұраймын. Бірақ сонда да шаштарыңыз жөнделмепсіздер деп ойладым. Ішіміздегі ең үлкені біздің апамыз екен. Осы столдағы ақ жаулықты анамызға бүкіл той елінің атынан ападай. Сізге подарок береді. Қош келдіңіз. Атыңыз кім, апа? Жауһар. Жауһар апа, кім болып келдіңіздер? Туысқан ағайын.
аман болыңызшы, атажан бауырыңыздың тойы құтты болсын. Енді қалған мына жерде отырған кісілерге де подарок берейік десем, енді ойбай, бұл кісілерге де берсем екен. Бұлардың ішінен бір ерекше мына қараңыздар, мына жердегі заколкасын қарасай, 8 жастың қыздар ұқсап кетті ғой. Қошемет ұрпаңыздар, мінекей апайымызға подарок, рахмет. Мына столдан бір емес 2 адам подарок алып, фен керек болса сұрап аласыздар бір-біріне. Рахмет. Мейрамхана аспазшылары екінші ас дайын болып деп жатыр. Әкесіңіз де шынды. Манты бар ма? Манты жекші.